Везде, в Инстаграме, в соцсетях активно двигают. Біздің қазақтарды өлтірді. 1986-да біздің қазақ жастары осы көтеріліске шықты, тәуелсіздік үшін шықты. Бізде тәуелсіз мемлекетпіз дейді. Қайдағы тәуелсіз мемлекет? Біріншіден, 86 жылғы жастарды қырып салды, өлтіріп, қудалап түрмеге жауып. Екіншіден, 86 жылғы ешқандай расследование жүрген жоқ. Үшіншіден, сіздер 86 жылы біздің боздақтарды атты өлтірді дейсіздер. 2011 жылы да Назарбаев атып өлтірді, қудалады, отырғызды түрмеге, азаптады мыңдаған адамдарды. Тоқаев 2022 жылы мыңдаған адамдарды атып өлтіріп, оларды өртеп, кремировать етіп, ізін қалдырмай, өзінің қылмысын жабу үшін кішкентай бала-шағаға дейін өртеді. Біреуін неге айтпайсыздар? Ойбай, қазір өтірік патриоттар, мен қазақпын, бүйтіп анау неше түрлі жігіттер мен қыздарды көрем, жас қыздар бетіне қанын бүйтіп қойып, анау Қайрат Рысқұлбековтың басқалардың рөлдерін ойнап, қасық қаным қамғанша, қасық қаным қалғанша қазаққа қызмет етпей қоймаймын, қазақ үшін күресемін деп бүйтіп өтірік бір лицемер актерство. Қайда қазақ үшін күресіп жатқан болсаңыз, неге Тоқаевтың қылмыскер екенін, Қазақстанды Ресейдің астына жығып жатқанына қарсы шықпайсыздар? Міне қазақстандықтарды өлтіріп жатыр, атып жатыр. Қазақ боздақтарымыз кішкентай Айкөркемді атты, қаншама бала шағаларды, ата апаларымызды атты. Қайдасыңдар, қазақтар, қайда? Жоқсыңдар, үндемейді. Митингке шық десең, ой, сендер провокаторлар шетелде отырып алып дейді. Айтам, шетелге келіңіздер, пожалуйста, айтыңыздар десең, үндемейді, бара алмайды, ештеңе істемейді. Көбісі отырады да, ой, сендер провокаторсыңдар дейді. Несі провокация, айтыңыздаршы? Тоқаев қанішер өлтірген, халықты өлтірген қылмыскер деп айтса, оның несі провокация? Сендер ойбай мемлекетті жамандайсыңдар дейді. Тоқаев пен Назарбаевтың қанішер ұры миллиардтарды ұрлап, халқымызды тонап, қанап, қудалап, азаптап жатыр десек, провокатор дейді. Ол шындық қой, провокация емес. Митингке шығайық, күресейік десең, ой, митингке шықсын, түк өзгермейді дейді. Шықтыңыз ба десең, жоқ, митингке шықпаған. Белсенділерге көмектестіңіз бе десең, жоқ, белсенділерге көмектеспеген. Кеше айтпақшы, мынау Ресейдің астына жығылу жайында айтып берейін деп едім. Қазір біз мысалы, бізді көп деген Қазақстанда біледі ғой, енді біз неше түрлі социальный сеттерде отырамыз, Инстаграм, ТикТок, Биго и так далее. Кеше бір әңгімені естідім жігіттердің. Айтады, егер біз соғысатын болсақ, біз Ресей үшін соғысамыз дейді, барамыз дейді. Көрдіңіздер ме, олар уже халықтың санасын мынау Ресеймен бірге Украинаға қарсы соғысуға дайындап жатыр. Ертең Қазақстанның армиясын солай өлтіруге жібереді. Путин үшін өлуге жібереді. Міне осының барлығы, достар, қазір экономикалық жағдайдың қиындауы, елдегі су тасқыны и так далее. Оның барлығы ең бірінші орында халық үндемей, бізге лидер керек дейді. Міне лидерлер шықты, неге қолдамайсыздар? Барлығы осының кесірінен. Сол үшін айтып жатырмыз. 16 желтоқсан сағат 12:00-де халық көп болып шыққан кезде бұл қанішер Назарбаев Тоқаев жүйесі дым істей алмайды. Мысалы, 2022 жылы қаңтарда 400 мыңнан астам халық шықты. Басында Жаңаөзенде, Ақтауда сондай жан-жақта шығып жатқан кезде, газ 50 деп айтқан кезде, билік тұрып не деді Тоқаевтың? Ой, газ 50 болуы мүмкін емес, газ 100 теңге. Бүкіл Қазақстан бойынша 400 мың адам шығып, Тоқаев кет, Назарбаев кет, бүкіл жаңағы правительство отставқа кетсін, парламенттік республика деп еді. Назарбаев тұрып, мен пенсионермін ғой, 2019 жыл бердім ғой. Тоқаев тұрып, остановитесь, новый Қазақстан құрамыз, правительство отставкаға кетті деді. Неге? Егер шынымен де 20 мың террорист болса, не үшін правительство отставкаға кетеді? Егер 20 мың террорист болса, не үшін Назарбаев мен пенсионер, мен билікті Тоқаевқа бердім ғой деп айтады? Көріп отырсыздар ма, достар? Халық көп болып шыққан кезде талаптар орындалады. Мысалы, біз айтамыз, қаңтарды осылай айтып, шығайық халық болып, көп болып шыққан кезде талаптар орындалады десең, ой, қаңтарды атты ғой дейді. Қайда атты? Алматыда атты. Неге атты? Ұйымшылдық болмады. Адам көп болып басында тұрған кезде атты ма? Аталған жоқ. Адамдар жан-жаққа ыдырап, анау Дикий Арман деген шестерка Арманда КНБ-ның соны жіберді, анау Мамай деген КНБ-шникті жіберді, басқа да КНБ-шниктерді жіберіп, халықты жан-жаққа ыдыратып,
содан кейін барып атты. Ал біз сіздерге пример көрсетейік. Ақтау. Ойлаңыздаршы, Ақтауда бір адамды өлтірген жоқ. Бір адам өлтірген былай тұрсын, қудалаған жоқ. Бірде біреуін отырғызған жоқ. Неге? Себебі Ақтауда көрдіңіздер, қалай ұйымшыл болды. Әкімдіктің алдына палатканы қойды, микрофонды алып, военный, полиция, барлығы халықтың қатарына отырды, халықпен бірге тұрды. Әкімдер жоқ болып кетті. Анау Ноғаев тұрып, ей деп бүйтіп жүрген Ноғаев, әкімдер бүйтіп өзінше болып жүреді ғой Қазақстанда. Сүмірейіп тұрды, бүйтіп басына не істеп қойып. Көрдіңіздер ме? Сол кезде не деді? Тоқаевтан да, Мәсімовтен де, Назарбаевтан да, басқасынан да қорықпаймыз деді халық. Әкімдер басын салбыратып тұрды. Себебі, көрдіңіздер, Ақтау ұйымдасты. Міне біз айтып жатырмыз. Ертең 16 желтоқсан сағат 12:00-де митингілерге жаппай шығу керек. Өздеріңіздің көрші, жора жолдас, таныстарыңыздың барлығын ертіп, жаңағы митинг болатын орындарға шығу керек. Ол Астанада жаңағы Голодомор ескерткішінің алдында, ашаршылық ескерткішінің алдында. Алматыда желтоқсан құрбандарына тағзым атты ескерткіштің алдында, және де тәуелсіздік ескерткішінің алдында, Сатпаев көшесінің бойында. Шымкентте Қасірет мемориалы Бәйдібек би. Басқа қалаларда, облыс орталықтарында, облыс әкімдіктерінің алдында, қалаларда, қалалық әкімдіктерінің алдында, ауылдарда, жергілікті әкімдіктердің алдында. Талаптармен Қазақстан Ресеймен одақтас мемлекет болмайды. Қазақстан Ресейдің құрамына кірмейді. Қазақстан тәуелсіз мемлекет, Ресейдің губерниясы емес. Путин, Ресей агрессор, Путин қаншер деген талаптармен шығу керек. Біз тәуелсіздік үшін Тоқаев кет деп тұрып шығу керек. Ойлаңыздар, халық көп болып шығады. Ойлаңыздар, мысалы, Алматыда 50 000 жеткілікті, 30 000 өзі болса да жеткілікті. Главное, ұйымшыл болу керек. Міне, бірігіп былай, жан-жаққа ыдырамай, провокаторлар болса, анау провокаторларды көрсет. Полиция қызметкерлері халық көп болып шыққан кезде, полиция қызметкерлері халықтың қатарына өтеді. Сол полиция қызметкерлерін дұрыстап управлять етіп, провокаторлар пресекать етіп, әкімдіктердің алдына барып, әкімдіктің ішін толтырып, уақытша үкімет құрылғаны жайлы айтып, жаңағы телевизионный СМИ, сондай телеканалдарды контрольға алып, аэропортты контрольға алып, бүйтеді, Путин келеді дейді. Аэропорт бәрін контрольға алып, жаңағы самолет қонатын жерлерге мәшинелерді қойып тастаса, ешқандай да Путиннің әскері қона алмайды, кіре алмайды. Ол біріншіден. Екіншіден, халық көп болып шыққан кезде, халықтың қатарына полиция қызметкерлері де, военныйлар да өтеді. Оны бәріміз қаңтарда көрдік. Алматыда да, Ақтауда да, Атырауда да, бүкіл Қазақстан бойынша сол болды. Ал Путин әрі кетсе бір 2-3 мың солдатын алып келетін шығар. Ол ито самолет қона алмайды. Қонған күннің өзінде Қазақстанның әскері бар. 2-3 мың адам не істей алады дейсіз? Ұйымшыл болу керек. Көріп отырсыздар ма? Ұйымдастырып іс-әрекет жасаған кезде билікті жылдам арада құлатамыз.